Бір тыныш, шағын ауылда мейірімді ақсақал өмір сүрді. Оның жүзі әрдайым жылы, жанары мейірімге толы еді. Ауыл адамдары оны көрген сайын еріксіз күлімсірейтін. Ақсақал күн сайын көшені баяу аралайтын. Ол ешқашан асықпайтын. Өйткені айналасына назар салып жүру оның әдеті болатын. Бір күні ол жол жиегінде жалғыз отырған кішкентай баланы байқады. Бала мұңайып төмен қарап отыр еді. Қарт оның жанына жақындап жай ғана тіл қатты. Бала өз уайымын бөлісті. Даусы әлсіз, көңілі жабырқау болатын. Ақсақал асықпай тыңдады, сөзін бөлмеді. Сәл үнсіздіктен кейін қарт қалтасынан кішкентай ойыншық шығарды. Бұл қарапайым ғана сыйлық еді. Бірақ баланың жүзі бір сәтте өзгеріп сала берді. Көзінде қуаныш оты жанды. Жымиыс пайда болды. Кейде кішкентай ғана мейірім ең үлкен жұбаныш бола алады. Жол бойы олар бірге әңгімелесіп жүрді. Айнала бұрынғыдан да жарық көрінгендей еді. Кенет олар қорқып тұрған кішкентай күшікті кездірді. Ақсақал күшікті ақырын көтеріп алды. Оны сипап сабырға шақырғандай болды. Сосын күшікті иесіне аман-есен қайтарды. Ауыл адамдарының жүзін қуаныш кернеді. Бала бұл көрініске сүйсіне қарады. Өйткені ол сол сәтте шынайы жақсылықты көрді. Күннен кейін аспан алтын түске боялды. Бала ақсақалға алғыс айтып үйіне қарай жүгірді. Ал қарт тек мейірімді жымиып қала берді. Ол баяу ғана өз жолмен жүріп кетті. Өйткені жақсылық дабырды қажет етпейді. Жақсылық жүректің үнсіз тілі. Есіңізде болсын. Әлемді өзгерту үшін кейде бір жылы жүрек жеткілікті.